емшегі де көрініп тұр, кіндігі де көрініп тұр, еңкейсе тоңқайса көтеннің сызығы бәрі көрініп тұр, бәрі прозрачный киім киіп алады. Алдыңғы сенеден 2 жігіт шықты, артқы сенеден 2 жігіт шықты. Бірде бір қыз жоқ дейді. Бірақ кешке жақын олар кәдімгі голубой. Былайша айтқанда ол өзінің әйелінің жанына барғанда оны тұрмайды. Қазақтың нардай жігіттерінің голубой болып жатқанының себебі не? Менің инстаграм парақшама мыңдаған хаттар келіп жатады. Мен еркекпен жыныстық қатынаста боламын, мен голубоймын. Әке-шешем мені қинап үйлендіргісі келеді деген, немесе қыздардан көптеген хаттар келеді. Мен тұрмысқа шықтым, жігітім голубой болып шықты. Бұл бір қарасаңыз біздің қоғамда өте бүгінгі таңда былай өсіп келе жатқан темалардың бірі. Мысалы, голубой деген нәрсені біз бұрын білмейтін де едік, бірақ голубой адамдар тіпті кеңестік дәуірде де болған. Яғни өзінің психологиялық, әлеуметтік миының дейміз ғой, ауытқуларына байланысты еркекті қалайтын еркектер кеңестік дәуірде де болған. Бірақ ол кезде ол туралы ашық айту, ол туралы жариялау масқара болып саналатын, және кеңес дәуірі керемет болып көріну үшін бақ, яғни бұқаралық ақпарат құралдарында ол жайында мүлдем айтылмайтын. Бірақ бұл қашанда болған, тіпті біздің үлкен жастағы пенсионер болып кеткен акушеркаларымыз, яғни сондай оқиғаларды айтып береді. Бұрын осындай болған, жаңағы күзетші болып жұмыс істейтін, бірақ голубой болатын еркектерді жаңағы кешкі кезекшілікке шақырып, еркектермен болып жүретін еркек болатын деп. Өзім бірақ әйел сезінеді, жаңағы киінгені, аяқ киімі еркек дейді, бірақ киімдері вроде бы женский, түсінбейсің дейді. Міне бұл бұрында да болған қыздар. Бірақ қоғамда ондай еркектер қабылданбайтын, олар уже қоғамға қорыққаннан оны көрсетпейтін. Ал қазір еркіндік дедік тағыны, оларға еркіндікті бердік. Соның кесірінен ба жоқ, басқа себептер ма? Қазір голубойлар өте көп. Біріншіден, қазір әйел адамдар гормональды препаратты көп ішеді. Сол құрсақтағы сәбидің болашақта өзінің жынысына сәйкес емес, мысалы трансген болуына жаңағы әйел сияқты чувствовать етуіне, өйткені көбінесе жүктілік кезінде жүктілікті сақтау үшін угроза кезінде ішілетін дәрілер, бұлар гормональды дәрілер. Сол дәрілер біз толық біле алмаймыз біздің генімізге қалай әсер ететіндігін. Мысалы, әйелдік гормон, ер бала өсіп жатқан кезде әйелдің гормонын қабылдау бәлкім оның келешекте өзін әйел сияқты сезінуіне ықпал етуі мүмкін. Бұл бір себеп, Екінші себеп, ата-ананың құрсақтағы сәби жынысына қарама-қарсы жынысты қалауы. Мысалы, қыз бала болса іште, ұл туса екен, ұл болса екен деген сезімде әйел жүрсе, әкесі де сондайды қаласа, кез келген бала өзінің әке-шешесіне ұнағысы келеді. Сол кезде ол мен ұл болсам екен деп, қыз бала өзін ұл сияқты ұстай бастайды. Ертең соншалықты өзінің ұл екеніне сеніп кеткен соншалық ол қыздарға қызыға бастайды. Яғни ол өзі лесбиян бола бастауы мүмкін. Ал еркек бала керісінше өзін, мысалы, әке-шешесі қыз бала қалаған болса, өзін қыз сияқты ұстауы мүмкін. Сосын болашақта бала тәрбиелене бастаған кезінде үйде кім авторитет соған қарайды. Мысалы, папасына ұқсағысы келсе еркек сияқты ұстайды өзін. Ал мамасы авторитет болса, яғни еркек бала, әсіресе әкесіз өскен ер балалар, олар жаңағы анасының боянғанына, енді ол бір нәрсеге қарап қызығы өсу керек қой. Соның киіміне қызыға бастайды. Өйткені оның әкесі жоқ жанында, ол жаңағы қамшыны ұстайтын, атқа мінетін, машинеге жатқызатын, бірдеңеге қызықтыратын әкесі жанында жоқ. Ол боянуға, сондай бір киім тігуге, сондай нәрселерге әуестене бастайды. Ол қызығушылық солай оның тіпті басқа жынысқа қызығып кетуіне әсер етуі мүмкін. Өзін еркек сияқты сезініп, еркек керісінше өзін қыз сияқты сезініп, сондай болып кетеді. Және ең басты себептің бірі қыздар, жігіттер, голубойлардың көбеюінің ең негізгі себебі бұл қыздардың бүгінгі таңда шешініп, почти тыржалаңаш көшеде жүруі. Еркек адам қалыпты жағдайда, дұрыс ориентациялы еркек қызды көрген кезде ол қозады, яғни қызға қызығушылығы пайда болады. Енді сіз ойлаңызшы, ол уже доступно, оған емшегі де көрініп тұр, кіндігі де көрініп тұр, еңкейсе тоңқайса көтеннің сызығы бәрі көрініп тұр, бәрі прозрачный киім киіп алады. Бәрі былайша айтқанда жеңіл. Қазір жастар, әсіресе бай адамдардың бала-шағалары, яғни қолдарында ақшасы бар, жеңіл келген ақшаны қалай ұстайды олар? Ана қызға барады, мына қызға барады, қалаған қызын ала береді былайша айтқанда. Сосын оның алдымен де көреді, артымен де көреді, аузымен де көреді, ол қыздың қызығы қалмайды оған. Сосын не қызық? Давай еркекпен көрейік. Бұған мынандай дәлел қыздар.
голубой болып жүргендер бұлар ақшалы адамдар, немесе ақша табу үшін жүрген адамдар. Әсіресе мынандай бір оқиға айтып берейін, тәжірибемізде болған. Екі бай отбасы, біреу осы үлкен Қазақстандағы прям мықты прокурорлардың баласы, біреуі прям судьяның қызы, екеуі бір-бірімен құда болғысы келеді. Екеуі құда болады, керемет ұлан асыр той болады. Аяғында біраз уақыт өтеді, енді 1 жылдай уақыт өтіп бара жатады. Сосын енді адамдар кішкене тыпырши бастайды. Что-то неге жүктілік жоқ, не болып жатыр, бәлкім сендерді тексеру керек шығар деген сияқты сондай сөздер қозғала бастайды. Сол кезде қыз өзінің әке-шешесіне әлі күнге дейін қыз екен, яғни күйеу-күйеуінің арасында ешқандай жыныстық қатынастың болмағандығын айтады. Енді ойлаңыз да, сосын таң қалады бұлар, не проблема? Бәлкім денсаулығында нашар проблема. Жігіт ештеңке демейді. Түн болса болды, есікті жауып, мен жұмыстарым бар, кетіп қалады. Сөйтін енді қалталы азаматтар артынан аңдиды, табады, сөйтсе кешке жақын гейлердің клубына барады, жігіттермен құшақтасып сүйісіп отырады. Енді түсінікті, уже голубой екен. Былайша айтқанда ол өзінің әйелінің жанына барғанда оны тұрмайды. Не үшін үйленді? Себебі әке-шешесі оны қинап, әке-шешесінен ақша келіп тұру керек қой. Үйленбеймін десе ақша бермей қояды. Сосын ол бала жарайды деп үйленеді, ойлайды қызбен де бола берем, жігітпен де бола берем. Ол үйде отыра береді, мен өзім тірлігімді ары қарай жалғастыра беремін. Бірақ уже ол қызға барған кезде тұрмайды оныкі. Сол үшін ол өзінің әйеліне бара алмай жүреді. Бұндай жағдайлар бір ғана оқиға емес. Тіпті менің бір милиционер танысым айтады, кешке жақын рейд болады ғой, машиналарды аңдып жүреді. Яғни қоғамдық жерде жыныстық қатынаспен айналысуға болмайды. Секс қоғамдық жерде болмайды бізде, заң бойынша. Машинеде біреулер сүйісіп, жыныстық қатынасқа түсіп жатқанын көреді, көлеңкесінен да сөйтіп барып, есікті ашылып шығарады ғой. Сөйтсе дейді, жігіттер шығып жатыр дейді. Представляете? Алдыңғы сиденьеден 2 жігіт шықты, артқы сиденьеден 2 жігіт шықты. Бірде-бір қыз жоқ дейді. Сөйтсек, сосын удостоверениесін толтырсақ, сенесіз бе, сенбейсіз бе, менің үйім жанында, милиционер жігіт айтып отыр ғой, коттедж бар тұғын дейді, сол жерде бай бір кісі тұрады дейді, үлкен қызмет істейді дейді, соның баласы болып шығады дейді. Енді бұндай оқиғалар өте көп. Қазір бізге былай қараған кезде, күндіз жүрген кезде әп-әдемі жігіт, әп-әдемі оны голубой деп ойламайсың. Арамызда да сондай адамдар жүрген болуы мүмкін. Бірақ кешке жақын олар кәдімгі голубой. Тіпті паркте жүрсең де кейде жігіттер сөйлесіп отырады. Бір қарасаң, 2 жігіт бір-бірімен әңгімелесіп нормально отырған сияқты. Бірақ кейбір қылықтарына назар салып қарасаң, екеуінің бір-біріне деген махаббаты бар екендігін түсініп отырасың. Енді біз оны жоқ, онда біздің қоғамда жоқ деп көзімізді жұмып алып отырғанымызбен ол нәрсе азайып жатқан жоқ. Ол нәрсе көбейіп жатыр. Енді бірінші кезектен бізге не істеу керек? Бізге дінді ұлғайту керек. Сосын жүктілік кезінде мен қалай болса да бала туам, угроза болса да, түсік болса да әйелдер қандай дәрі, гормональдылар ішіп жатады. Гормональды дәрі, егер действительно сол гормон аз болса, ішуге болады. Оңды, солды химиялық дәрілерді жүктілік кезінде ішпеген дұрыс. Бірінші себеп. Екінші себеп, сізге Алла тағала қандай жынысты бала берсе де қабылдаңыз. Қыз берсе, қыз есебінде қабылда. Ұл берсе, ұл есебінде қабылдаңыз. Маған андай керек еді, мынандай керек еді деген ол дұрыс емес. Сосын негізі ұл бала болсын, қыз бала болсын, егер даже сіздер ажырасып кеткен күннің өзінде де өзінің әкесімен, өзінің шешесімен араласып тұрғаны жөн. Өйткені сіз ажырастыңыз, ол сіздің проблемаңыз. А бала ол өзінің әкесінен бас тартқан жоқ, сондықтан әкесімен араластырып тұрыңыз. Және көбірек ұл бала болса, көбірек уақыт өткізсін. Мәселе осыда. Одан кейін қыздарға айтқым келеді, ашық-шашық киінбей, жабық киініңіздер. Тәніңіз сіздің, былайша айтқанда, қол жетпейтін нәрсе болу керек. Недоступный, Ал сіз ашық-шашық омырауыңыз бәрі көрініп тұрса, сіз уже еркектің ойында, сізбен жатуды ғана ойлайды ол еркек. Қазір жатсам мына қызбен. Ал ары қарай сізге, то есть бір адам есебінде мына қыз қандай екен, ішкі жан дүниесі қалай екен, бұл қызға қалай подход тапсам екен деген ой болмайды. Тек қана сізді төсекке жатқызсам, мына қызбен болсам деген ой ғана болады. Сіз былайша айтқанда проститутканың рөліндесіз, бір жату, бір тұру. Одан кейін сізге қол жеткізгеннен кейін ол еркек сізден уже кетіп қалады. Сол үшін өзіңіздің құныңызды біліңіз, құныңызды арттырыңыз. Мейлі көшеде 1000 жалаңаш адам жүрсе де, олар да жүр ғой деп еліктеудің қажеті жоқ. Сіз Алланың алдына барғанда ол қыздар үшін жауап бермейсіз, өзіңіз үшін жауап бересіз. Ал ер балаларға айтқым келеді, ер бала болсын, қыз бала болсын, қазір бәлкім осы видеоны көріп отқан сондай голубой еркектер болуы мүмкін. Егер сіз шынымен өкініп күнәларыңызға түзу жолға түссеңіз, Алла тағала мейірімді, кешірімді. Өміріңізді жалғастырып кетсеңіз болады. Ондай тарихта көптеген примерлер бар. Голубой болып жүріп,
кейін ислам дінін қабылдап түзу жолға түсіп кәдімгі салиқалы бір отбасының отағасы болып отқан еркектер бар. Жаңылмайтын тұяғы жоқ. Жаңылсаңыз түзу жолға түсіңіз, пока кеш емес. То есть гробқа барғанға дейін, жердің астына түскенге дейін кеш емес, жаназаңыз шыққанға дейін түзеліңіз, өзгеріңіз. Қыздар, жігіттер, вообще сексологиялық білімдеріңізді арттырыңыздар. Бала тәрбиесі жайында, балаға жыныстық тәрбие беру жайында ақпараттар алғыңыз келсе, мен инстаграм парақшама тіркелуді ұмытып кетпеңіз.